Қайырлы күн, асқабақты бәліш дайындаймыз. Ең алдымен асқабақты езбеге айналдырамыз. Асқабақ пісірілген болуы керек. Яғни пеште кішкене уақыт пісіресіздер қызарғанша дейін. Кейін асқабақты езбеге айналдырып алып, барлық жұмыртқа, қант, асқабақ езбесі және де сармайды осылай араластырамыз. Сармайды сіздер сұйық маймен немесе кокос маймен алмастыруыңызға болады. Енді оның үстіне ұндарымызды қосамыз. Менде зеленая гречка, яғни жасыл қарақұмық ұны, күріш ұны, жүгері ұны және де қопсытқыш. Осының барлығын жақсылап араластырамыз. Кейін оның үстіне апельсин сығындысын және де цедрасын қосамыз. Мейіз, өрік қаламұшы қоссаңыз болады және де корица, мускатный орех қосуға болады. Осының барлығын формаға саламыз. Кез келген форманы пайдалана аласыздар. Енді оны 170 градуста 60 минут аралығында пісіреміз. Дайын ас болсын. Лайк басып сақтап алыңыз.